Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бананнан дайындалатын кекстің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ыдысымызға бананның сыртын аршып, салып аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен жақсылап еземіз. Оның үстіне жұмыртқаны салып, одан кейін қантымызды сеуіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Қантты көбірек қоссаңыздар да өз еркілеріңіз, банан тәтті болғандықтан мен көп қосқан жоқпын. Осы массаның үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, одан кейін ас содасын салып, араластырып, жаңағы массамызға кішкенеден қосып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Массамыз осындай қою болуы керек. Піспей қалады деп уайымдаудың қажеті жоқ. Одан кейін туралған грек жаңғағын қосамыз, бірақ бұл міндетті емес, және де шоколадты қосып араластырып аламыз. Осы массамызды осындай силиконды формамызға салып пісіреміз. Сіздерде бұндай форма болмаса, кәдімгі пирог пісіретін формаға да пісіруге болады. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пешімізде 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін ағаш таяқшамен тексеруді ұмытпаймыз. Егерде құрғақ болса, онда біздің пирогымыз дайын. Осылай формамыздан шешіп, толықтай суытамыз. Осымен біздің оңай дайындалатын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келе жатқан Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, комментария жазып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта әртүрлі оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жібек, назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.